Ассаламу алейкум. Бұл видеода программисттерге, проектировщиктерге және олардың менеджерлеріне қызық проект бастамақшымын. Сол туралы айтайын ойым бар. Менің есімім Нұрлан. Проектті бастау себебім Астана хабта бір конкурс болды. Мына жерде жазылып тұрғандай: приобретение решений и проектов на базе технопарка IT-стартап Астана хаб в рамках сотрудничества по программе корпоративных инноваций между компаниями Темпульс и Пропилон. Темпульс деген өз айтишниктер, ал Пропилон проектный бюро. Оларға қажетті болған приложенияның қысқаша тізісі мұнда жазылған. Организовать дистанционное планирование, аналитики и управление проектами. Сосын тағы да 3 пункт бар. Маған тек осы біріншісі ғана қызық болып тұр. Сосын енді құрылатын проектке қойылатын талап: решение или проект должны быть вашей авторской разработкой. Тек қана өзін жазған болуың керек. Ар жағындағысы қызық емес. Презентация оны алдында беріп тастадық. MVP выше дейді, бұл уже өзгерді талап. Қойылған тапсырманы шешу керек. Және 20 миллионнан аспау керек құны. Менің құрайын жатқан проекттің құны одан әлдеқайда арзан болмақ. Ақшаға емес, жалпы пайда әкелуге бағытталған проект бастамасы және барынша қысқа нұсқа болмақшы. Сонымен қатар видео көрушілерге алдын ала ескертіп қояйын дегенім: ешқандай да бір мықты монтаж жасалмайды. Видеолар бір дубльдік режимде түсіріледі. Қазақша сөйлеуге тырысамын. Кейбір сөздер орысша болып кете береді. Әйтеуір қойылған тапсырманы тиісті деңгейде орындай алсақ болды. Жақсы. Кіріспе осы. Енді келесі кіріспеде кішкене техникалық жағын айтып өтпекшімін. Ол программисттерге қызық болады шығар деп ойлаймын. Сонымен қатар программист деген кезде новичоктарға көбірек пайдалы болуы мүмкін. Ал маған қарағанда тәжірибесі мол программисттер осы видеоны қарап отқан болса, жекеге маған телеграмға жазып, ескертулеріңізді айтсаңыздар болады. Мына жерде былай дұрыс, мына жерде былай дұрыс дегендей. Өйткені мен тек қана тез құруға көңіл бөлемін. Сапалы түрде жасауға оған көп назар аудара бермейтін боламын бұл проектте. Барынша тез прототип жасап, продуктының MVP-ін көрсетуге тырысамын. Жақсы. Келесі видеода кездескенше.